Жазушының бір ғана қабілеті бар. Ол өмірдегі шындықты көзімен көріп, оны нағыз шебердей суреттейді. Қалғандары 200 адамның тірлігі ғана. Өмір шыңға шыққанмен бірдей. Асықпай шығасың, зымырап түсесің. Өмірдің мәні не? Айналаңа қызмет етіп, көмек көрсету. Мен өзімнің ұстазыма әкемнен кем қарыздар емеспін. Әкемнен өмір алсам, ал Аристотельден өмірімді жақсы өткізу туралы білім алдым. Мен соңғы 33 жылда таңертең айнаға қарап өзіме былай деп сұрақ қоямын. Егер бүгін менің өмірімнің соңғы күні болса, бүгінгі ойлаған жоспарымды іске асыра аламын ба? Мен бұл өмірде маңдайыма не жазғанын ешқандай білген емеспін, бірақ бір ұлы іске жаратылғанымды әрқашан білдім. Өмір қимылды талап етеді. Адам керуен, өмір жол. Өмірді жақсы көру керек, ең ұсқынсыз формада болса да. Адамның бүкіл өмірі өзін-өзі жұбату, өзін-өзі алдау. Адам кірпіш сияқты, күйген сайын қатая түседі. Адамның бүкіл өмірі өзін-өзі жұбату, өзін-өзі алдау. Өмірде тек өзіңізді түбегейлі өзгерте аласыз. Мәңгі сені жазбаған сүрінуге қайта тұрып қақың бар жүгіруге. Өмір еңбексіз ештеңе бермейді. Өзіңіздің істеріңізге өзіңіз сүйсініп қарайтындай етіп өмір сүріңіз. Өткен іске өкінбеу керек. Өмірден алған соққылардың бәрі маңызды емес. Маңыздысы біздің еш нәрсеге мойымай алға қарай ұмтылып өмір сүріп келе жатқандығымыз. Асылы адам өз өмірінің суретшісі. Ол өмірді сырлап бояуға, оған ажар түр беруге, оны әшекейлеп өрнектеуге еңбек етеді.